Іңкәр, тұра ғой қызым, мектепке барамыз, тұр. Мектепке келе жатырмыз, я, Іңкәр? Біз кешіккен соң Іңкәр ең соңында тұрып қалды. Іңкәр, пока. Туған ана тіліңде, қасиетті дініңде, мекенге ұялар, құштар болсаң білімге. Бірінші сынып оқушыларын алғашқы сынып сағатына шақырамыз. Іңкәрдің класы шықты. Мына біздің Іңкәр. Қатарың қайда? Біздің Іңкәр мектептен шықты. Іңкәр, ұнады ма саған мектебің? Апайың ше, ол не? Апайың берді ма? Молодец, енді осы ручкамен сабақты күшті жазамыз, я? Жазуды. И сабақты жақсы оқимыз, я? Үйге келдік. Біз күтіп тұрмыз жатыр, Каусар. Каусар да мектепке кетіп жатыр. Каусардың бүгінгі образы осындай екен. Айналшы. Давай, пока. Сабақтан Каусар келді. Бір нәрсе алып келдім? Не алып келдім? Сіздер баяғыда жетмедір. Біз баяғыда жетмедік қой. Не зат ол? Күшті ойнаймыз. Каусар бір нәрсе әкепті ол бізге. Каусар, оны қойшы, бірінші мектепке барған күнің қалай өтті? Күшті ол. Апайлардың бәрі қатал болмады. Күшті. Жақсы жасап келдім. Амагүл мен Ақниеттермен келдім. Іңкәр бірінші күн сабағын орындап жатыр. Почеркісі жаман емес, пока жақсы. Бір-екі ошибка бар енді. Іңкәр, ұнап жатыр ма саған? Мына екеуі қиын да емес, күнәлардың бәрі қиын да емес, күнәлардың бәрі қиын да емес қой. Мына жақта уже бізде опытная Каусар. Каусардың почеркісі сәл дұрыстау керек. Жаңа біраз осып. Бірінші бетін жыртып тастағанбыз уже. Иә, басынан жазғанбыз. Қазір енді үй жұмыстарын, үй тапсырмаларын орындап жатырмыз. Уже почти бітейін деп қалдық. Бізде Іңкәрдің бір қиын болғаны, бізде Іңкәрдің сабақ азанда болып, Іңкәр азанда тұруға қиналып жатыр.